Копирайтингта пост жазғанда мынандай бір сиқыр бар. Өте маңызды пункт. Осы жайлы арнайы видео түсіруді аңсап жүрдім. Себебі көп адамдар мән бере бермейді. Біздің обучениеда қыздарда мән бере бермей, немесе кішкене түсінбей, қолданбай, қорқақтап жүргендер де бар. Негізінде бұл өте керемет нәрсе. Ол storytelling деп аталады. Уже айтып кеттім я. Storytelling дегені, story деген история, яғни әңгіме, telling рассказывать. То есть әңгіме айту. Бұл более развлекательный контент болып саналады, текстовый контент сіздің жазатын посттарыңыз. Адамдар инстаграмға кішкене көңіл көтеру үшін, көңілін аудару үшін, назарын аудару үшін кіреді ғой. И адамға әрқашан басқа адамның өмірі қызық. Бұл деген қатып қалған сондай бар нәрсе. Бұмен біз еш нәрсе істей алмаймыз. Вот сондықтан сіз соны қолдануыңыз керек. Жалпы блогерлік деген ол тұнып тұрған психология. Психология жағынан егер қарағанда көп нәрсені түсінуге болады. Мысалға, әңгіме жазу арқылы, storytelling, бірнеше бөлімнен тұратын, немесе екі бөлімнен, немесе бір посттан тұратын әңгімелеп тұрып жазу арқылы өзіңіздің өміріңізден алынған бір үзіндіні, немесе бір тәжірибеңізді, басыңыздан өткен оқиғаны кез келген тақырыпта әңгімелеп, эмоцияны қосып, кішкене смайликтарды қосып, әдемі қылдырып жазсаңыз, міндетті түрде адамдар қызығады, адамдар оқиды. Сіз сол посттар арқылы адамдарға жақындайсыз, өзіңіздің оқырмандарыңызға жақындайсыз, чем сухой ақпараттық тексттарға қарағанда. Міндетті түрде осы нәрсені қолдану керек. Бұны тек қана блогерлар ғана емес, жай ғана бизнес аккаунттары бар адамдарға да қолдану керек. Сол арқылы олардың саудасы да жүреді. Сіз сөз өнері арқылы, сөзді мәнерлеп жеткізу арқылы, сіз ол текстта өзіңіз сөздеріңіз арқылы адамның жүрегіне жол таба аласыз. Тіпті неосознанно, как сказать, беспалевно да реклама жасай аласыз, өзіңіздің тауарыңызды өткізе аласыз. Мысалы, бір өзіңіздің тауарыңызбен байланысты бір оқиғаны жаза отырып, тауарыңыздың бір жақсы қасиетін, бір плюстарын айта отырып, адамдар сол әңгіме ретінде оқи отырып, ақырындап сіздің тауарыңызға, немесе қызметіңізге, немесе өзіңізге жақындай түседі, сізді тани бастайды, сізге үйреніп қалады. Сіз уже жақын блогер сияқты боласыз. Бізде солай ғой, көп адам, мысалы адамдар әртүрлі, адамдар өте көп блогерларда. Блогер өзі қандай, соған ұқсас адамдар оны көреді негізі. Жақын, именно вот жақын аудиториялары, өзіне жақын, жақсы көретін оқырмандары. Ол оқырмандар стористі мүлдем өткізбейді, үнемі көріп отырады, посттарын оқиды, үнемі лайк басады, олар жақсы көреді, сіздің әр постыңызды оқиды, одан сайын жақындай түсетін сіздің бұл фанаттарыңыз десем де болады. Сондықтан сторителлингті міндетті түрде қолданыңыз, міндетті түрде жазыңыз. Өзіңізде, мысалы, басқа блогерларды оқисыз ғой, на самом деле соны қолданады олар. Мысалы, мен күйеумен қалай таныстым деген сияқты бірнеше бөлімге қызықтырып, күлкілі қылдырып жаза отырып, немесе мен қалай босандым деген тақырыпта бізде мүлдем особо қолданбайды да, осы Қазақстанда, Ресейде жақсы өтіп жатады, адамдар оқығанда жақсы көреді. Сөйтіп жүріп жаңағы жарнама жасап кетеді, мысалы, роддомдарына, врачтарына, көп оқиғалар. Мен қалай мынандайды істедім, мына нәрсемен қалай басынан өтті, мен қалай грант ұтып алдым, мен қалай баламды тәрбиелеп жатырмын, осындай жасымда осындай болды деген сияқты. Мен қалай блогер болдым, блогерлікті мен қалай бастадым. Мысалы, осы тақырыпты, например, мен қалай блогерлікті бастадым деген тақырыпты сіз 3-ке бөліп жаздыңыз. Мысалы, 3 пост сіз жазып жатырсыз, шынайы эмоциямен рас оқиғаңызды әдемілеп жазып жатырсыз. Сол процесте, сол ішінде сіз можете тіпті реклама жасап жүруге, мысалға, обучениеға. Мысалы, менің обучениема қалай бастадыңыз көрдіңіз, и адамдарға бұл намного больше әсерін етеді. Сол сияқты кез келген тақырыпта. Мысалы, сіз киім сатумен айналысасыз, магазиніңіз бар. Онда сіз ақырындап қалай сіз магазин, как я начала продвигать свой магазин деп бастасаңыз, адамдарға интересно, ол оқиды, ол қалай екен, мен өзіме пайдалы болады, мен сақтап алайын, оқып алайын дейді. И бір жағынан, ар жағында, ойының ар жағында сіздің магазиніңізға деген ынтасы, түсінігі артып тұрады уже. Мысалы, или сіз ПП, мысалы, диета ұстауды үйрететін, арықтау марафон өткізетін болсаңыз,
сіз бір оқиға, мынандай қызық оқиға болды айта кетейін деп, бір мысалы сіздегі қатысушы арықтап жүрген қыз туралы жазсаңыз, күлкілі қылдырып, қылдырып, сол арқылы сіз өзіңіздің жаңа марафоныңызды жарнамалай аласыз. Осыны нәтижеге жетті, осылай болды, арықтаған кезде күйеуімен ұрсып, тамақ пісіріп, ПП-ға ауысып деген сияқты, енді білесіз ғой, солай өзіңіз қалай ойлайсыз, қалай сөйлейсіз, тура солай жазу керек. Бұл жерде бар ғой. Тағы бір айта кететін жайт, тағы бір фишка. Пост жазған кезде қара сөзбен әдеби қиын етіп жазуға тырыспаңыз. Бұл басты білу керек нәрсе. Себебі көп бастауыш блогерлар келген кезде ойлайды, ой, блогер болғанда, пост жазғанда міндетті түрде бір супер білім керек, супер қара сөз болу керек, адамның тіл байлығы күшті болу керек, супер грамотный болу керек, жазған өте қиын, уақыт бөлу керек деп ойлап қалады да. Шын мәнінде олай, мүлдем олай емес. Бұл жерде кішкентай хитрость бар, керісінше егер сіздің сөздеріңіз, сіздің текстіңіз неғұрлым жеңіл болса, постыңыз неғұрлым көңілді болса, неғұрлым сөзге түсінікті болса, оқығанға тез болса, ыңғайлы болса, қарапайым сөздер болса, өмірде қолданатын сөздер болса, өзіңізге жақын болса, және өзіңіздің стиліңіз болса, бұл деген өте керемет. Яғни бір заумный нәрселерді қолданып мүлдем керек емес. Мен сізге айтайын, наоборот, сізге айтамын, ондай керек емес. Қатты әдеби сөзбен, қара сөзбен жазып, қазақ тілінің бұрынғы сөздерін қолданып жазу, ол наоборот постты қиындатады, и көбінесе ондай тексттарды аз адамдар ғана оқиды да, особо оқылмайды да ол. Бұл не емес қой, диссертация, ондай бір учебный кітап емес. Бұл более развлекательный контент, бұл сіздің жеке парақшаңыз. Көрдіңіз бе? Сондықтан ол жағынан уайымдамайсыз. Қалай ойлайсыз, солай жазасыз. Мынандай фишка, пост жазуға кірістіңіз, ойыңызда мысалы сізде ой тұр ғой, осындай тақырып туралы жазамын деп. Егер мысалы бастай алмай жатсаңыз, жазып, ол көп адамдарда болады. Менде де болған, неден бастаймын, бірден күшті қылып жазғым келіп кетеді ғой, или былай басқаша елестетесің, ол басқаша шығып, ой, ұнамай қалды, мүмкін емес, өшіп тастағың келеді. Онда тыныс аласыз, дем аласыз. Ойыңызды жинақтайсыз да, бүйтесіз. Мысалы, сіз қалай арықтағаныңыз туралы жазғыңыз келіп тұр, но при этом ойлап тұрсыз, адамдарға былай әсер ететіндей қалай жазсам екен деп уайымдап тұрсыз ғой? Жоқ, онда еш нәрсені ойламайсыз. Просто отырасыз. Самый суть не туралы пост екенін жазып шығасыз. Бірінші, содан бастап кетесіз. Соны жазғаннан кейін сіз уже процесске кіріп кетесіз да, уже шыға алмай қаласыз, и өзіңіз білмей қаласыз қай пост жазып тастағаныңызды. Бұл жерде главный секрет ол бастау. Жазып бастасаңыз болды, ары қарай тоқтай алмайсыз. Ол менде де солай, менде де кейде бастай алмай тұрам. Бұл 100% жұмыс істейтін әдіс. Міндетті түрде қолданыңыз, қорықпаңыз. Кез келген тақырып, мысалы, күйеумен қалай таныстым деген жаза алмай жатсаңыз, просто шынымен де қалай болды, біз міне паркта кездестік, анда кафеге бардық, былай неттік деп жазып бастаңыз. Қаңқасын жаздыңыз, оны қаңқа дейді жаңағы скелеті. Посттың скелеті уже тұр, все, солдан бастап уже толықтырасыз, жандандырасыз, бір сөздерді қосасыз, әдемілейсіз, кішкене өзгертесіз, толықтырасыз, болды, постыңыз дайын. Және міндетті түрде тақырыбын ұмытпаңыз, қызықтыратын. Посттың міне үсті тақырыбы үлкен әріппен, посттың структурасы көзге көргенде түсінікті, қатесіз міндетті түрде. Және абзацтарға бөлінген, смайліктары бар, то есть оқыған кезде сплошной текст болмау керек, оқығанға жеңіл болу керек. Менің посттарымды көріп жүрсіздер ғой, қалай жазатынын, өте оқығанға ыңғайлы, иә. Вот солай сапалы жазамыз. Это уже по-блогерски. Солай основной пост кетеді, и аяқ жағына міндетті түрде бір сұрақтарыңызды қою керексіз. Ол сұрақтар комментарий жазуға итермелейді. Және сіз сол арқылы өзіңіздің аудиторияңызды зерттейсіз, танысасыз, жақынырақ тани білесіз. Айта кететін жайт, өмірлік бір оқиғаларыңызбен бөлісуге қорықпаңыз. Айтайын ба, неге? Өйткені өмірде адамдар әртүрлі болғанымен, біз бәріміз бір халықпыз, бәріміз қазақпыз, бәріміз қазақстандықпыз. Көбісімізде өмірлік оқиғалар ұқсас келеді. Мәселелеріміз ортақ болуы мүмкін. Әр адамның өз өмірде проблемалары, уайымдар болады ғой. Сонда
ұқсас болуы мүмкін. То есть біздің бір мәселемізге ұқсас болатындай, басқа адамдарда да сондай болатындай мүмкін вероятность өте жоғары. Сондықтан қорықпаңыз, жаңағы өзіңіздің әңгімеңізді, бір оқиғаңызды, мүмкін бір грустный оқиғаңызды немесе бір негативный болған оқиғаңызды былай өзіңіздің фильтріңізбен жазуға, бөлісуге, осындай уайым болып тұр, не айтасыздар, кеңестеріңіз керек деп шын жүректен сізге керек ол постта. Сөйтіп жазуға қорықпаңыз. Өйткені сіздің оқиғаңыз сіздің оқырмандарыңызбен ұқсас болуы мүмкін міндетті түрде. И сіз солай ашылғанның арқасында сіздің подписчиктарыңыз сізге жақындай түседі. Опять же, и бізде де сондай проблема бар, бізде де сондаймыз деп сізбен келісіп отырады. И мысалы сіздің тістеріңізбен проблема бар, например, сіз брекет киесіз. Ол сіздің проблемаңыз, көп адамдар ондай проблема жоқ, но ондай проблемамен барлар да бар. Сонда, мысалы, брекет тағып жүретін, брекетпен жүретін сіздің оқырмандарың все сізге уже сіздің самый лучший оқырмандарыңыз болады. Үнемі лайк басып, комментарий жазып отырады. Өйткені мына блогер мен сияқты брекетпен жүреді. Немесе мына блогер тоже мен сияқты осылай істейді деген сияқты жақындаса түсесіз. Көрдіңіз ба? Түсінікті етіп түсіндіруге тырыстым. Түсінікті деп ойлаймын осы жерде. Копирайтингтің және маркетингтің бір әдісі. Инстаграмда өте күшті қолданылатын, бір жағынан ол жақсы пост жазудың да бір әдісі, сіздің аудиторияңызбен сізбен жақсы қарым-қатынас орнату үшін, сенімін арттыру үшін, сізді жақсырақ тану үшін, но бір ар жағынан ол маркетингті әдіс, то есть как бы реклама сияқты, но супер ненавязчивый. Ол қандай? Мүмкін естіген боларсыздар. Ағылшын тілімен аударғанда мынандай терминға ауысып кеткен storytelling деп аталады. Storytelling, story деген әңгіме, история, теллинг деген рассказывать, айту. Яғни рассказывать историю, бір әңгіме туралы айту. Бұл әдіс өте керемет әдіс. Сіздің контент планыңызда міндетті түрде storytelling болу керек. Сіздің өміріңізден алынған бір әңгімелер болу керек, сондай посттар. Мысалы, бір айдың ішіне бір тақырыпта қоссаңыз болады, немесе екі тақырыпта. Жоқ, әр айда міндетті түрде сізде бір storytelling болу керек. Ол бірнеше бөлімнен тұру керек. Өйткені ол бір постпен жеткізу мүмкін емес қой, бұл әңгіме болғандықтан. Бұл storytelling әдісінің плюстары қандай? Бұл жерде адамдар жалпы психология бойынша әңгіме оқығанды өте қатты жақсы көреді. Мысалы, біз кітаптар оқимыз ғой, сол сияқты бұл мини кітап десек те болады. Бұл жерде адамдар оқыған кезде бір өзіне картинка елестетеді. Яғни сіз жазған кезде ол елестету керек. Арасында главный актер болу керек. Мысалға сіз бір оқиға болу керек, бір оқиғаның желісі болу керек, эмоция болу керек міндетті түрде. Адам оқыған кезде бір эмоция испытывать ету керек. Мысалы, болады ғой бір әңгімелерді оқисында, сол геройға уайымдап тұрасың, немесе күліп тұрасың, немесе жылағың кеп аяп кетесің, немесе бір махаббатың оянып, кәдімгі сол геройды жақсы көріп кетесің, бір сол кезге кетіп қалғың келеді, және бастысы жалғасын білгіміз келіп тұрады. Ары қарай не болады екен? Не болып қалды екен? Ары қарай не болады екен деп өзіміздің ойымызды ойлай бастаймыз. Былай бола ма екен, былай бола ма екен? Оқығың келіп тұрады. Бірақ біз оны бөлімге бөліп, адамның назарын ұстап, күтуді қалап тұрамыз. Бұл өте керемет әдіс, міндетті түрде бұны қолданыңыздар. Бұл просто обязательно болу керек сізде. Постыңызды жазған кезде сіз әрине өзіңіздің өміріңізден алынған бір оқиғаларды аласыз, бірінші тізімін жазып қоясыз, қандай оқиғалар жазғыңыз келеді. Ол әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, өміріңізде болған бір оқиға, әңгіме, немесе сіз күйеуіңізбен қалай танысқаныңыз туралы әңгіме. Сіз қалай блогер болдыңыз тақырыбында. Бізде көп қыздар сол тақырыпты жазады. Алғаш ана атанған кезде қандай сезімде болдыңыз, қандай қиындықтар, қандай қуаныштар болды. Соны әдемілеп, суреттеп, сипаттап берсеңіз өте керемет. Мен өзім жаздым, менің кәсіпкерлік жолым неден басталды, қалай басталды. Әлі де жалғастырамын, менің жазатын тақырыптарым әлі. Желілік маркетинг бар ғой, сетевой маркетинг. Сонымен мен қандай менде сондай тәжірибе болды. Мүмкін студенттік кездегі бір әңгіме болар, мүмкін бала тәрбиесінде болған, немесе бір қызықты оқиғалар. Мысалы, басқа көп блогерлар, ресейлік блогерлар мынадай оқиғаларын жазады. Қалай кавказский национальность дейді ғой, бір блогер бар. Қалай ол ата-анасымен қарым-қатынасы солардан бөлек шығып, қалай тұрды, қалай адамдар оған қандай отношениямен қарайды деген сияқты өзінің әңгімесі.
немесе бала кездегі оқиға жазуға болады, өзінің өмірін ақырындап сипаттап. Бастысы сіз жазып жатқан кезде міндетті түрде эмоцияларды қолдануыңыз керек. Басты бір оқиға желісі болу керек, басты геройлар болу керек ішінде. Сосын сіз жазғанда былай елестетуіңіз керек, как будто сіз бір сурет салып жатқандай, картина дейді керек қой. В общем, бір картинасы болу керек, адам оқып жатқанда бір елестете алатындай. Және бұл жерде қатты емес, но кішкене бір әдемі сөздер қоссаңыз болады. Жалпы осы сторителлинг деген құрал ретінде, маркетингтің құрал ретінде өте популярны құрал. Өте бұл шынымен де адамдарға ұнайды, адам сіздің текстіңізге вовлеченный болып кіріп кетіп тұрып оқиды. И көп блогерлар бұны қолданады. Сол сторителлинг әдісі арқылы көп блогерлар шынымен де атақты болып, өзінің аудиториясымен связін ұстап, аудиториясына танылады. Сіз мысалы өз әңгімеңізді жазғанда былай қолданылатын техникаларды барлығын бізде келесі сабақтарда болады, но кез келген сіздің бір кішкентай әңгімеңіз болса да сторителлингқа айналдыруға болады, кәдімгідей өрбітіп. Мысалы мен көп историяларды оқимын, маған өте қызық, тіпті кім қалай босанғаны жайлы. Мысалы косметикамен айналысатын қыз мысалы қалай алғаш рет косметиканы қолдана бастады, қалай танысты, онымен кәдімгі қызықтырып жазады да, өзінің ерекше историясы, ондай әңгіме как бы ешкімде жоқ. И өзінің ерекше тілімен жазғанда бұл еще более интересный болады. И бір басынан бастап оқи бастағанда түсінесің, что бұл ақпараттық пост емес, бұл әңгіме екен. И оқып өзің білмей қаласың оқылғанын. Сондықтан сторителлинг ол толықтай оқылатын посттардың біріне жатады статистика бойынша. 90%-ға дейін адамдар толықтай оқиды екен және күтеді екен, тани бастайды екен, өзінің пікірін, комментарийға өзінің ойларын, өзінің бір оқиғасын жазады. Вот. Так, сосын не айтайын деп едім. Сіздің қандай екеніңізді біле бастайды, сізді тани бастайды. Сіз сол әңгіме арқылы өзіңіздің бір қырларыңызды көрсетесіз. Көрдіңіз, бұл жай ғана емес, бұл кәдімгідей сіз өзіңіздің аудиторияңызға әсер етесіз. Сондай бір әдіс, бұны ары қарай да изучать етуге болады, бұның техникалары да бар, бірақ бұл 100% популярный, өте керемет әдіс.